Сәлем достар, бүгін сүйем сенің әнін барасыз түрде үйренеміз. Сіздерге бірінші орындап берейін. Сені алғашқы рет көргенде жаным, жүрегімнің бөлігі екеніңді бірден білдім. Қасына баруға батылым бармай, айдай сұлулығына тек сырттай таңдандым. Мүмкін бұл сезім елес, махаббат емес, текке жарудың сұлулығы саған жетпес. Әдемі келбетіңді түсімде көремін, қасымнан өткенде айталай беремін. Сүйемін сені, жаным сүйемін сені, мөлдір көзіңді, тәтті сөзіңді. Сүйемін сені, жаным сүйемін сені, махаббат неге сонша қинадың мені. Осылайша бірінші аккордтар. Бірінші аккорд А, М. Кешіріңіздер. С аккорды. Оның барлығы біледі деп ойлаймын. Бірінші саусақ, бірінші лад, екінші струна, екінші саусақ, екінші лад, төртінші струна, үшінші саусағымыз, үшінші лад, бесінші струна. Екінші аккорд G, бірінші саусақ, екінші лад, бесінші струна, екінші саусағымыз, үшінші лад, алтыншы струна, және соңғы үшінші лад, үшінші струнаға немесе қалай ыңғайлы, кішкентай саусақ немесе үшінші саусақ қойылса болады. Және үшінші аккорд АМ, бірінші саусағымыз, бірінші лад, екінші струна, екінші саусағымыз, екінші лад, төртінші струна, үшінші саусағымыз, екінші лад, үшінші струна. Ля минор. Және соңғы аккорд F түрін біз баресіз түрде аламыз. Немесе баре тарталатындар баре арқылы алса болады. Мен былай алам. Бірінші лад, екінші струна, бірінші саусақ, екінші саусағымыз, екінші лад, үшінші струна, үшінші саусақ, үшінші лад, бесінші струна, төртінші саусақ, үшінші лад, төртінші струна. Осылайша аккордтар қайталайық. С, АМ, кешіріңіздер, С, G, АМ, F. Ал бой бізде шестерка деп аталады. Төмен, заглушка, екі рет жоғары, заглушка, жоғары. Тағы да ақырын. Төмен, заглушка, екі рет жоғары, заглушка, жоғары. Каждый аккордқа бір бойдан. С, G, АМ, F. Және осы текстін, аккордтар мен текстін описанияға қалдырамын. Назарларыңызға рахмет, лайк басамыз және каналға жазыламыз.